Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан ұйғыр самсасының дайындалуын көрсетемін. Жақында ғана осы самсаның бір данасын 280 теңгеге алып дәмін көрген болатын. Бірден қатты ұнағаннан кейін сіздерге рецебін бөлісуді жөн көрдім. Бұл самсаның қамыры өте жұмсақ, керемет, сонымен қатар өте нәзік болып шығады. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық құрамдар мен мөлшерін описание бөлімінде жазып кететін боламын. Ендеше 2 жұмыртқаның сарыуызына 1 жұмыртқаны ақуызымен қосамыз және 100 грамм 15-20% қаймақ қосып, 1 шай қасық толы тұзымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз және осы массамызға 50 граммдай кәдімгі салқын суымызды құйып тағы да араластырамыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызға майлылығы 72 немесе 85%-лық салқын сары майымызды ұнға ауната отырып, видеода көргендеріңіздей үккіштің үлкен көзінен өткізетін боламыз. Барлығын осылай өткізіп алғаннан кейін қолымызбен жақсылап тұрып араластырып крошка жасаймыз. Міне ұнымыз осындай болып шығады. Енді ортасын ашып, сұйықтығымызды жайлап біртіндеп құя отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Осындай өте жұмсақ қамыр шықты. Енді қамырымызды бетін жауып, жарты сағатқа тындыруға қойып қоямыз. Тоңазытқышта тынып тұрған қамырымызды алып, теңдей 2 бөлікке бөліп, 2 дуала жасап аламыз және біріншісін жайғанша екінші қамырды тоңазытқышқа салафанға салып қоямыз. Енді біз дәл мантының қамырына жайғандай етіп жаятын боламыз. Қамырымыз жаймамыз доп-домалақ болып шығу үшін алдымен осылай ұн себелей отырып, жұдырығымызбен үстінен басып жайып аламыз. Бізде қамыр сары май қосылғаннан кейін құрамында тез жайылатын болады. Яғни кішкене ғана ұн себелей отырып, осылай 2-3 минутта да осында жұп-жұқа етіп, мантының қамырында етіп жайып аламыз. Енді осы жайып алған қамырымыздың арасына ұн себелей отырып, қамырымызды бір бұрышқа жинап қоямыз. Яғни жабысып қалмау үшін арасына аздап қана ұн себелейміз. Сосын барып екінші зуаламызды жаюға кірісеміз. Екінші зуаламызды дәл солай ұн себелей отырып, мантының қамыры секілді жұқалап жайып аламыз. Енді алдын ала ерітіп алған 72 немесе 82% сары майымызды жайып алған осы қамырымыздың үстінен тегістеп барлығын майлап шығамыз. Толығымен жаймамызды майлап алғаннан кейін, енді жаңағы алып қойған, жайып алған жаймамызды да осы қамырдың үстіне теп-тегістей барлығын бірдей етіп жайып шығамыз. Және осының үстінде тағы да солай ерітілген сары майымызды толығымен барлық жеріне жеткізіп майлап шығамыз. Майымызды жағып болғаннан кейін енді видеода көргендеріңіздей шетінен осындай рулет секілді ішіне қарай орай береміз. Орау кезінде ішінде ауа қалып қоймау керек, тығыздап осылай орап шығамыз. Қолымызбен тағы да басып осылай қысып шығамыз. Енді улитка секілді ораймызда салафанға салып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа немесе 1 түнге қалдырсаңыздар да болады. Салмасын дайындаймыз. Сақтап туралған пияз, сиырдың тартылған еті, сақтап туралған картоп және дәміне қарай тұз, қара бұрыш, ұнтақталған зира мен сұйық майдан да қостым. Сіздер ұнатпасаңыз зираны қоспасаңыз да болады. Және осы сиыр етінің орнына тауықтың тартылған етін қоссаңыз да самсаңыз керемет болып шығады. Сонымен қатар осы самсаны тапсырысқа алып жасайтын болсаңыз да клиенттеріңізге ұнайтыны сөзсіз. Қамырымызды аламыз. Менде қамыр бір түн бойы тоңазытқышта тұрды. Майы сіңіп, өзінің формасын ұстап керемет болып шықты. Көз мөлшермен бірнеше кіші бөліктерге бөліп аламыз. Бірдей шығу үшін сіздер кондитерлік таразыға салып 36-37 граммдай етіп бөліп алсаңыздар да болады. Және алақанымызбен видеода көргендеріңіздей бәрін басып дөңгелек пішін жасап аламыз. Енді қамырымыздың жартысын жаямыз. Жартысын құрамында май болғандықтан тез еріп кетпес үшін арасына ұн салып, бетін жауып тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді қамырымызды барлығын осылай шетінен жайып бастаймыз.
арасына салмасын салып түйетін боламыз. Самсаның қамырын тек қана жиектерін ғана жайып, жұқалап, ортасын бір басып жайсаңыздар да жеткілікті. Сонда самсаңыз керемет болып шығады. Енді міне өздеріңіз көргендей, осы видеодағыдай етіп, бірінші шетінен басып, түйіп шығамыз. Түсінікті болу үшін тағы да түйілу жолын көрсетемін. Осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде оқитын боламын. Жаңадан қосылған көрермендерім болса, каналға тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңыраушаның үстіне басып қоюды да ұмытпаңыздар. Міне самсамызды көргендеріңіздей ең бірінші саусағымызбен шетінен басамыз және дәл солай ішіне қарай орай береміз. Сонда бізде әдемі болып самсамыз өрлей беретін болады. Самсаның түйілу жолын түсінбесеңіз, осы жерін қайтадан қарап шықсаңыздар болады. Енді самсамызды противенге салып, үстінен бір жұмыртқаның сарысына кішкене ғана сүтті араластырып, жағып шығамыз және қалауыңызша ақ қара күнжеттен сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 160-170 градуста беті қызарғанша 30 минуттай пісіріп аламыз. Енді осы кезде самсамыздың екінші түйілу тәсілін көрсететін боламын. Бірінші самсаның қамыры секілді жайбалғасын салмасын салып, қасықпен басып шығамыз және екінші жаймамызды үстіне қойып, шетінен тағы да осылай саусағымызбен басып, ішіне қарай осылай жапсыра береміз. Сонда бізде дөңгелек осындай пішін шығады. Дөңгелек самсаның түйілу жолы түсініксіз болса, тағы да көрсетемін. Салмасын салып, қасықпен міндетті түрде басын қыраймыз, жайып, және екінші қамырды бетіне қойып, саусағымызбен бірінші басып, ішіне қарай соны жапсыратын боламыз. Дәл осылай міне барлығын түйе береміз, сонда бізде әдемі дөңгелек самса пайда болады. Табамызға салып, жұмыртқаның сары уызын барлығын жағып шығамыз толықтай. Қалауыңызша ақ қара күнжетпен әрлесеңіздер болады. Қызып тұрған пеште бұл самсаны да 160-170 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Бұл рецепті достарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға WhatsApp группаларда немесе басқа да әлеуметтік желілерге поделиться етіп, басуды да ұмытпаңыздар. Міне самсаларымыз қызарып, әп-әдемі болып пісіп шықты. Өте жұмсақ, ауызға салса еритін самсалардың бірі. Осы самсаны міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Жасап жатсаңыздар комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.